Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен бірге сатылымға арналған қаттамалар жасайтын боламыз. Ол үшін бізге 500 грамм сарыағаш, яғни кез келген газдалған сусын және де бір дана жұмыртқа, бір ас қасық тұз барлығын жақсылап араластырамыз. Бір және 100 грамм аралығында ұн керек болады. Ұнымызды салып, қамырымыз орташа нығыздықта болғанша илейміз. Осы илеген қамырымызды 20 минутқа тұндырып қоямыз. 20 минуттан соң мен бұл қамырды 3-ке бөлдім. Тағы да 15 минутқа тұндырып қоямыз. Қамырымыздың арасына кез келген 82% майды қолданамыз. Мен закрама майын қолдандым. Осылай жайлап ертіп аласыздар. Ал енді қамырымызды жаюға кірісеміз. Енді арасына жаңағы ертілген майымызды жағамыз. Енді қамырымызды оқтаумен орап, осы қамырды 4 бөлікке бөліп аламыз. Әр қайсысын осылай дөңгелек етіп бір-біріне орап, пакетімізге салып, холодильникке 2-3 сағатқа қалдырып қоямыз. Үш қамырдың біреуіне мен көк пиязды турап осылай салдым. Және де арасына осылай кукуруз крахмалынан септім. Негізі 3 қамырдың біреуіне кукуруз крахмалын сепкен жоқпын. Оны алдағыда қазір айтатын боламын. Мінеки 3 сағат уақыт өтті. Енді мен қамырымды осылай илеп бастаймын. Бұл ешқандай кукуруз крахмалы қосылмаған қамырым. Оны сеппей кукуруз крахмалымен осылай қамырымды жайып жатырмын. Ал қалған қамырларымды осылай пищевойға салып, мұздатқышқа салып қоямын. Кез келген уақытта қаттама керек кезде алып пісіріп алуға болады. Мінеки менің екінші қамырым. Бұның арасына кукурузды крахмал себілген. Жаңағы бірінші иленген қамыр ол себілмеген. Бұны да кукуруз крахмалымен бетіне сеуіп жайып алатын боламын.
Табамызды қатты қыздырып, одан соң орташа отқа қоямын. Әрбір қаттамаға 2-3 ас қасық сұйық май құямын. Қаттамамызды салып, екі жағынан да пісіріп аламыз. Мінеки осылай көтеріліп келе жатыр. Бұл алғашқы қамырым, менде крахмал қосылғаны. Мінеки мынау үшіншісі, бұл крахмал қосылмағаны. Осымен видеомыз аяқталды. Барлығын есептеп, бөліктерге бөліп, сатылымға шығарсаңыздар болады. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.